Жамбыл облысындағы білім мекемелері жаңа оқу жылына тас түйін дайын. Бұл туралы бүгін өңіріміздің бас ұстазы Рахия Тұрмаханбетова мәлімдеді. Расында 2019-2020 оқу жылында қандай өзгерістер болмақ? 3 ауысымдағы мектеп оқушыларды оқулықтармен қамту мәселесі толық шешіледі ме? Сауалдарға жауап іздеп қайтқан әріптесім Аят Асқарбекұлының материалы. Өңірдің бас ұстазы әуелі атқарылатын тірліктер мен жоспарларды жіпке тізді. Мәселен, биыл аймақта балабақшалардың саны 15-ке артқан. Осылайша мектепке дейінгі білім беретін мекемелердің саны 545-ке жетіп отыр. Онда қазір 55 мыңнан аса бала тәрбиеленіп жатқан көрінеді. Қуантарлығы жекеменшік бөбекжайлардың саны жылдан жылға артып келеді. Бұдан бөлек біздің аймақ білім саласын цифрландыру бойынша көш басында келеді. Сөзімізге дәлел, биыл 13 мыңнан аса бала бірінші сыныпқа электронды түрде қабылданған. Бұл тұрғыда білім басқармасына қарасты сайттар жұмыс істеп тұр. Рахия Сейтбек қызының айтуынша, биыл 3 ауысымда білім беретін мектептің мәселесі толығымен шешілетін көрінеді. Яғни жаңа оқу жылында 5 білім ошағы пайдалануға берілмек. Облыста 4 апатты мектеп, бір 3 ауысымды мектеп бар, жыл басында бар болған. Бүгінгі күні 10 мектептің құрылысы жүргізілуде. Жалпы білім саласында 16 білім мекемелеріне құрылыс жүргізілуде, соның 10-ы тек қана мектеп. Осы 5 мектеп жаңа оқу жылында пайдалануға беріледі. Біреуі 3 ауысымды мектеп, біреуі апатты мектеп, үшеуі орын тапшылығы бар мектептер. Осылайша біз биылғы жылы 3 ауысымды мектептердің проблемасын толық шешеміз. Оқушыларды оқулықпен қамту да өзекті. Білім басқармасының басшысы барлық мектеп оқушылары 100% кітаппен қамтылатынын айтады. Бұдан бөлек жиын барысында мектеп формасы да сөз болды. Білім басқармасының басшысы биылғы жылы мектеп формасының өзгермейтінін алға тартты. Әр сыныптың ата-аналар комитеті таңдайды. Қандай түсті болу керек, қандай жаңағы ұзындықта болу керек, сондықтан солардың шешіміне сәйкес мектеп формасы таңдап алынады. Биылғы жылы біздегі мәліметтер бойынша басқа түріне көшу бізде ешқандай ондай бір жаңалық жоқ, барлығы бұрынғы формаға сақтап қалып отыр. Енді жаңарту процестері жүргізіліп жатқан болар. Бұны тек қана ата-аналар комитеті шешеді. Директорлардың оған қатысуға құқығы жоқ. Яғни бір ғана бұл жерде мектептің қоятын талабы, мектептің ережесіне сәйкес мектеп формасын ішкі тәртіпті сақтауды ғана талап ете алады. Бұдан бөлек жаңа оқу жылында 37 IT сыныптар ашу жоспарлануда. Атқарылар тірліктер мол, тек жүйелі жұмыстар атқару қажет. Перизат Қуатқызы, Аят Асқарбекұлы, Азат Байтемір, 7-7 Ньюс.